Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен өте жеңіл дайындалатын ватрушкидің рецебімен бөлісемін, яғни творог қосылған булочкидің рецебі. Бізде бастапқыға 250 мл көлемінде жылы сүт, жарты чайный ложка тұз, 2-3 ас қасық шекер, 1 ас қасық көлемінде дрож және 1 жұмыртқаны қосып жақсылап араластырып аламыз. Мінекей жақсылап араластырып алдық. Келесі кезекте ұн 450-500 грамм көлеміндегі ұнды 2-3 бөлікке қосып араластырамыз. Қатты жұмсақ емес, қатты емес етіп қамыр илейміз. Бірінші қасықпен осылай жақсылап араластырып, сосын қолмен илейміз. Қамырымыз дайын болды деген кезде 2 ас қасық көлеміндегі сұйық майды қосып, жақсылап сұйық май сіңгенше қамырымызды араластырамыз. Жұмсақ қамыр пайда болады бізде. Мінекей сұйық майымыз толығымен сіңді. Қамырымыз жұмсақ болды. Бетін жауып, жылы жерге қоямыз. 1-1,5 сағат көлемінде қамырымыз толық көтерілгенін күтеміз. Мінекей 1 сағаттан аса уақытта менде қамыр көтерілді. Ешқандай ұн, сұйық май қоспай, осылайынан қамырымызды алып, 10-12 бөлікке бөлеміз. Алдын ала сұйық май қосылғандықтан менде қолға жабыспайды. Мінекей менде қамыр 10 бөлікке бөлінді. Барлығын бірдей етіп домалақтап, тағы да көтерілгенше 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Осылай барлығын бірдей бөлшектерге бөліп домалақтап аламыз бірінші. Булочкаларымыз көтерілгенше начинкасын дайындаймыз. Бізде творог 400 грамм, 1 ас қасық көлемінде крахмал, кукуруз жүгері крахмалы, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық шекер, 1 қасық қаймақ қосып жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің булочкаларымыз көтерілген. Осылайынан формамыздың ортасын домалақ бір көлемді ыдыспен, яғни стаканның түбімен болсын, осылайынан форма саламыз. Яғни біздің жаңағы творогымызды ортасына начинкамызды салуға дайындаймыз. Осылай творогты, яғни начинканы салып шығамыз, және жұмыртқаны сарысымен шеттерін жағып шығамыз. Булочкамыз біркелкі болып пісу үшін 180 градуста 20-25 минутта қызған пеште пісіріп аламыз. Міне біздің ватрушкаларымыз пісіп шықты. Ас болсын, каналға жазылып, комментарий қалдырамыз.